Баршаңа сәлем достар. Бүгінгі бейнероликта сіздерге телефон арқылы қалай ақша табуға болатынын көрсететін боламын. Ең бірінші достар, сіздерге керектігі ол Telegram. Telegram бәріңізде бар деп ойлаймын. Telegram ботының аты игра достаток рут деп аталады. Бұл жақта сіздер виртуально ағаш егетін боласыздар, және де ағаш сіздерге урожай әкеліп отыратын болады. Яғни сіздерге пассивный доход және де активный доход ретінде сіздер бұл жақта салымды плюс салымсыз ретінде таба аласыздар. Әрине, салымсыз ретінде бұл жақта сіздер көп ақша таппайсыздар, бірақ та бұл ұзаққа табылатын ақша. Telegram боттың сілтемесі бейнероликтің астында тұрады описанияда, немесе мені Telegram группамнан таба аласыздар. Кіресіздер, кіргеннен кейін бұл жақта начать игру дегенді басасыздар, и сіздер бірден автоматически бұл жақта регистрация өтіледі. Бұдан кейін аккаунтыңызды настройкасын жасап алу керек. Настройкасын нақтылай келсек, бұл жақта біз кошелегімізді привязка жасау керекпіз. Өз Telegram ботта основной кошелек баланс жоқ екен, бұл жақта бізге привязка жасау керек. Кошелектің аты Yumi Wallet деп аталады. Оны сіздер өзіңіздің телефоныңызға жүктей аласыздар, Play Market кіріп, и Yumi Walletке кіресіздер де бұл жақта өзіңізге новый кошелек создать етесіздер. 12 сөзді міндетті түрде сохранить етіп қойдыңыздар, олар сіздерге пароль ретінде қолданылатын боласыздар. Міне бұл жақта сіздерге ең керекті екі кошелек род торговый деген и достаток стейкинг. Яғни сіздер бұл жақта торговый ретінде ақша табасыздар, бұл бірден бұл жасалады, а стейкинг деген сіздерге пассивный доход алып келетін болады. Бұл кошелектің сілтемесі мына жақта веб кошелек, приложение Android, приложение iOS деп тұр. Ол жақтан өзіңіз таңдап және де жүктеп алыңыз. И мына асты жағында көрсетілген привяз род стейкинг, привяз род торговый. Екеуінің привязкасы бірдей. Қазір сіздерге род стейкингті қалай жасау керектігін көрсетіп кетемін, и род торговыйды сіз соны тура қайталайсыздар и бірге тіркейтін боласыздар. Давайте привязать род стейкинг деген басам. Отправьте адрес торгового кошелька деп шығады. Сіздер бұл жақта өзіңіздің кошелегіңізге кіресіз. Мысалы мен стейкинг таңдаймын именно, и стейкинг адрес деген жақта міне менің кошелегім тұр. Осыны скопировать етіп аламын да, және мен осы ботқа жіберетін боламын. Жақсы. Ендігі сәтте бізге бұл жаққа подтверждение жасау керек. Ол үшін подписың вкладкасына кіреміз, и мына фразаны біз қоятын боламыз. Скопировать етіп алдым. Қайтан өтемін. Мына жақта подпись деген тұр, осын басамын. Ставить деген басамын. Сканировать подпись. Скопировать и закрыть. Все, біз скопировать етіп алдық. Енді қайтан осы ботқа бағана скопировать етіп алған сөзімізді жібереміз. Жібергеннен кейін мына жақта бізге успешно привязан деген осындай сөз шығады. И тоже самый бағанағы торговляны тоже тіркеп қоясыздар, екі кошелек тіркелейсіз. Енді қазір бірінші сіздерге достар салымсыз ретінде бұл жақта қалай табыс табу керектігін айтып кетейін. Бұл үшін мына жақта паузалық менюға кіреміз, и мына жақта X10 дегенді таңдайсыздар. Таңдағаннан кейін бұл жақта игра деген тұрады, осыны басамыз. Қателеспесем, сізде начать игру деген батырма тұрады, соны басасыздар. Ал менде қазір сәтте активный игры деген тұр. Яғни мен уже бастап қойдым бұл жақта. И мен мысалы маған ананас берді D4. Яғни бұл жақта сіздерге күнделікті суғарып тұру керек, 44 дейін жеткізу керек. Яғни сіздер салымсыз түрде бұл ананастан 0,3 рот аласыздар. Ал бір ротымыз ол 33 рублеймен тең. Енді қанша табыс табатыныңызды оны уже өзіңіз есептеп алсаңыз болады. Қазір достар, сіздерге өзімнің танысым бар. Сол осы жақта істеп жүргеніне уже бір айдай болды. Қазір сіздерге толықтай өзінің результатын көрсететін болады, және де бұл жақта қалай ақша табу керектігін тоже айтып кететін болады. Ассалаумалейкум бәріңізге де. Мына Telegram бот игра достаток деген варианттар бар. X10 бесплатный саттар бар. Сатты қазір көрсетем. X10 бесплатно сат. Сосын X100, X1000, X10000 деген саттар бар. Осы саттардың ішінде криптодеревья, криптотеректер өсіріледі. Күн сайын осы ойын автоматты түрде жүреді. Күн сайын бот өзі автоматты түрде көбейіп лақтады 1-ден 6-ға дейін. Сосын полив жасайды. Мысалы мына бірінші ойын D4-ден басталады. D4 көріп тұрсыз ба? D4. Сосын 44 полив болу керек. В среднем D4 12 күнде жүреді. Мендем қазір мына D4 2 тонна көрсетіп тұр. D4-ден кейін мына D6 басталады. Осы неден урожай, ойыннан урожай түседі, сол урожай токен ретінде личный кошелек кетеді. Личный кошелек бізде Yumi, блокчейн Yumi-ға байланысқан.
осы блокчейн ішінде токен род деген токен род бар. Сонымен байланысты. Мысалы менде бірінші аккаунтымда қазір 133 токен жиналды. Среднем $49 ол. Осы токендарды мен биржаға жібере аламын. Мысалы қазір шығарсам мен бірде $48 шығара аламын бірінші аккаунтымда. Ал екінші аккаунтымда тағы сондай бар. Мұнда 152 токен бар. Среднем $56. Бұл токендар стейкинг адресте тұр пока что. Мен бірде $6 шеше аламын қазір. Осы токендарды мен биржаға жіберіп сатып жібере аламын. Биржа бізде Sigen Pro биржамен жұмыс істейді. Мұнда P2P-да сатуға болады, мұнда продать дейміз. Теңгеге немесе рубльға, немесе биржа вкладканы басамыз да ROT BTC деген бар, сонда сатып жүруге болады. Қазір биржада 31 рубльден алады ROT биткоинда. Сосын ол биткоинді USDT конвертировать етуге болады. Ал USDT-ні мысалы Binance-қа шығарып теңге арқылы сатып жүруге болады. Көріп тұрғандай өзінің результатын көрсетіп кетті. Бірақ та бұл жақта өзінің бір қателігі, ол кісі өз атынан 10 адам шақырмады. Егер де 10 адам шақырса, ол бағана тұрған өзінің $100 бірден шеше алатын еді. Яғни ол стейкингқа емес, торговля түсетін еді. Бұл жақта бір мән беретін жер, яғни сізге өзіңіздің полностью ақшаны шешу үшін бұл жақта атыңыздан 10 адам шақыру керек. Сізге бронза алу керек. Сіздер мына жақта адам шақыру үшін мына жақта игроки деген басасыздар. Мой игроки деген кіресіздер. И мына астында сілтеме тұр. Осы сілтемені скопировать ете аласыздар да, және де 10 адамды артына жинайтын боласыздар. 10 адам жинаған кейін уже сіз тапқан табысыңызды бірден торговля жібересіздер. Егер де сіздер адам шақырмай тек қана осы жақта инвестиция жасап отырсаңыздар, немесе салымсыз ретінде бағанаға X10 мен табыс табатын болсаңыздар, онда сіздің табысыңыз, мына кошелекқа өтейік, мына торговыйға емес, мына жақта торговыйны сіз бірден бұлт жасай аласыз. Стейкингқа түседі. Бұл жақта стейкинг мына күнделікті 0.9% сізге пассивный доход беріп отыратын болады. Сондықтан бұл енді уақыт бәрі, ешкімде уақыт жоқ қазір сәтте, поэтому ең бірінші сізге менің кеңесім, бұл жақта 11 адам шақырып аласыздар. 11 адам шақырып болғаннан кейін бұл жақта ROT монетасын сатып алсаңыздар болады. ROT монетасын сатып алу үшін мен сіздерге Telegram группа қалдырып кетемін. Сол жақта Жанболат деген бала сіздерге қалай бұл жақта сатып алу керектігін көрсетіп түсіндіріп беретін болады. Бұл жақта ешқандай риск жоқ, және де бұл жақта минимальный пополнение, мысалы қараңыздар, 100 рут алсаңыздар, бұл 100 рутымыз 333 рублей. Теңгелей шаққан кезде примерно 1700 теңгедей болады. 1700 теңге саласыз, и дальше 2000 теңге сөйтіп шығарып отыратын боласыздар. Бұл жақта яғни сіздер пассивный доход ретінде кіріп ақша табатын боласыздар. Айта кетейін достар, бұл жақта Жанболат негізі игрок ретінде жүрген адам. Және де бұл жақта ол істеп атқаны бір ай болған екен. Енді бұл проект қашан жабылады деген, енді ол маған информация беймәлім. Бұлай енді ұзаққа істейді деген үміттеміз. Сондықтан егер де сізде өзіңіздің артық ақшаңыз болса, және де қызық ретінде ақша тапқыңыз келсе, онда осы Telegram ботқа тіркеліп, және де сұрақтарыңызды Жанболатқа қойсаңыздар болады. Сол Telegram группаның мен тоже сілтемесін осы описание қалдырып кетемін. Сол жақта кез келген сұрағыңыз қойсаңыз болады, Жанболат сізге міндетті түрде көмектесетін болады. Менің де мақсатым достар, бірінші өз атымнан 10 адам жинап, одан кейін мен де бұл жаққа пополнение жасайтын боламын. Сондықтан келесі бейнероликтарда осы Telegram ботты тағы да көру мүмкінсіздер. Сондықтан осы арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен мен болған Апок, келесі көріскен.